Абай облысындағы өрттен 15 адам қаза тапты. Қайтыс болған бір азаматтың әйелінің айтуынша жұмысшыларда қызмет көлігі де болмаған. Алайда резерват 8 жылдан бері бюджеттен 4,191 миллиард теңге игерген. Сонда Семей орманы резерваты бюджет ақшасын қайда жұмсап отырған? Датаnomics дерегінше Семей орманы 2016 жылдан бері 3240 келісімшарт жасасқан. Оның ішінде 3014-і орындалған. Қалғаны әлі күнге дейін процесте яки жартылай ғана орындалған. 2016 жылдан бері Семей орманы көбіне дизель отынына тапсырыс берген. Оған 679 миллион теңге жұмсаған. 485 миллион теңгеге трактор алған. 417 миллион теңгеге ұшқынды тұтатқыш, 144 миллион теңгеге тас көмірін алған. Оған қоса көлік жөндеуге, торфқа, электр энергиясына да біраз қаржы бөлінген. Бір қызығы 2021 жылдан бері ормандағы өрт туралы хабар беретін Firewatch құрылғысын жөндеуге, не техникалық тұрғыда қамтамасыз етуге 8 конкурс жарияланған. Алайда қызметті сатып алудан 5 рет бас тартқан. Ал қалған 3 тапсырысты 3 түрлі компания алған. Мысалы, 2021 жылы группа компания Radix 11 миллионнан астам теңгеге, 2022 жылы Encom Systems Technology 14 миллионнан астам теңгеге орындады. 2023 жылы Прогресс деген транспорттық логистикалық компанияға жүктелген тапсырысқа 12 миллионнан астам теңге берілді. Келісімшарт әлі күнге дейін жасалып жатыр. Тапсырыстың көп бөлігін жеке кәсіпкер ретінде тіркелген Шахворостова Янина Васильевна орындаған. Алайда бір қызығы бұл кәсіпкерге Қазақстаннан шығуға тыйым салынған. Бұған қоса 2021 жылы ол Семей орманы резерватымен соттасқан екен. Кәсіпкер ғана емес, Семей орманы резерватының да жағдайы мәз емес. Абайдағы орман өртіне дейін 10 күн бұрын Семей орманы резерватының 3 басшысы 13 миллионға дейін пара алған үшін 10 жылға сотталған. Байқап отырғанымыздай, мемлекеттік сатып алу дерегінше ақша бөлінген, тапсырыс берілген, тапсырыс орындалған. Бірақ бұл заттың барлығы қазір қайда? Неге Абайдағы орман өртінде қызметкерлердің қажет техникасы болмады? Бұл сұраққа жауапты адамдар анықталады деген үміттеміз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.